22 мектеп гимназиядан ол ата-аналармен қалай жұмыс жасау керек, әсіресе инклюзивті білім беру аясында, және арнайы білім беру қажеттіктері бар балалармен қалай жұмыс істеу керек, сол жөнінде айтады. Үшінші баяндамашымыз Стефани Гейнер, ақш өкілі, ол арнайы білім беру мұғалімі, орта мектепте Миннесота штатында. Ол онлайн білім берудегі инклюзивті білім беру туралы айтады. Арнайы қажеттіліктері бар балаларды инклюзивті сыныпта қалай бағалау керек, сол жөнінде айтады. Оның видео презентациясы жазылған бізде, өйткені ақш пен уақыт айырмашылығы өте үлкен, сондықтан жазып алдық оны, және бірақ оған қарамастан сіздер оған сұрақ қоя аласыздар. Ол сұрақтарды біз оған жібереміз, ол жауап береді. Чат функциясын қолданыңыздар, сұрақтарыңызды сол жерге жазып жіберіңіздер. Яғни презентация кезінде бірден сұрақтарыңызды жазсаң жақсы болады. Ең белсенді қатысушылар бізден сыйлықтар алады. Соңғы аптада инклюзивті білім беру бойынша кітаптар сыйлыққа беріледі. Белсенді қатысушыларға, сұрақ қойғандарға міндетті түрде белсенді болдыңыздар. Бүгін жай ғана бір жақты дәріс оқу ғана емес, пікір бөлісу, тәжірибе бөлісу, интербелсенді түрде өтеді деген үміттемін. Өйткені инклюзивті білім беру дегеніміз ол барлығымызға ортақ тақырып. Бірінші біздің баяндамашымыз Салтанат, сізге сөз. Қайырлы күн, құрметті достар. Мен бүгін сіздермен тіл табысуға, сөз сөйлеуге, сіздерге мүмкіндік алғаныма өте қуаныштымын. Мен осы пікірлес адамдарға осы презентациямды көрсеткеніме өте қуаныштымын. Мүмкін сіздерден де ұсыныстар түседі, бір нәрсені жақсартуға болатын шығар. Бір жағынан қашықтықтан оқыту ол үнемі барлық балаларға осы келе бермейді, оны түсінеміз. Әсіресе арнайы қажеттіліктер бар балалар үшін. Бірақ одан бас тарта алмаймыз. Ол екеуміздің екі жолымыз бар. Бір жолымыз ол мен олай істей алмаймын деп жылау, кінәлау біреуді. Ал екінші жолы оған бейімделуге тырысу, бір нәрсені жаңадан жасау, соны мүмкіндігінше тиімді етіп жасауға тырысу, яғни балаларды оқыту үшін, инклюзияны ары қарай дамыту үшін әртүрлі нұсқаларын жасау. Біз өз нұсқамыз жөнінде айтамыз. Яғни кейбір нәрселер, кейбір тақырыптар бойынша біріксек, кейбір нәрселер жақсартсақ, тіпті де жақсы болады. Сіздерден кеңес естісем де ашықпын, сондықтан кеңестерге де ашықпын. Бүгін біздің жалпы командамыз әлеуметтік инклюзивті бағдарламалар орталығы, бұл коммерциялық емес ұйым. Біз теоретиктар емеспіз, тәжірибелі маманбыз. 4 жыл бойы біздің команда ретінде жұмыс істеп жатырмыз. Оған дейін де мен жасөспірім балалармен жұмыс істеген. Менің дипломым осы қолданбалы психология, сондықтан жалпы жасөспірімдермен жұмыс істеу үнемі менің жұмысым болған. Инклюзия саласында жұмыс істей бастаған кезде инклюзияны құндылық ретінде қарастыра бастадық, және ол тек қана осы арнайы қажеттіліктері бар балаларға ғана емес, жалпы бүкіл балаларға қажетті құндылық деп қарастыра бастадық. Инклюзия дегеніміз ол коммуникация, ол әрекеттесе білу, ол білім берудегі инклюзия болса да, әлеуметтік инклюзия, еңбек нарқындағы инклюзия, оның барлығы коммуникацияға қатысты нәрсе. Коммуникация үшін, яғни тіл табысу үшін, қарым-қатынас болу үшін міндетті түрде екі тараптан да, екі жақтан да белгілі бір әрекет жасалу керек. Бір жақтан, бір тараптан ғана әрекет жасалса, ол инклюзия болмайды, коммуникация болмайды. Біздің жоба аясында осы жұмыс жасадық. Менің видеом сәл кейбір кезде кешігіп қалады, презентация көрініп тұр деп үміттемін. Біздің жобадағы 50 бала
Біз пилоттық форматта жұмыс істедік. Бізде балалардың 70% кәдімгі ешқандай ауытқулары жоқ балалар, 30% мысалы балалар үйінен келген балалар болды, яғни арнайы қажеттіліктері бар балалар, психологиялық тағы басқа ерекшеліктер бар болды. Әртүрлі ерекшеліктер бар. Шағын комплектілі мектеп аясында біз соны дамыттық. Сол барлығы жақсы жүріп келе жатты, бірақ карантин болып қалды. Яғни біз қалыптастырған жақсы қарым-қатынас барлығы қауіп төніп кетті. Біз бұл жағдайдан қалай шығуымыз керек деп ойлана бастадық. Яғни шынына келгенде осындай қиын күрделі жағдай креативті шешім шығару үшін өте қолайлы. Біз әрине жаңадан еш нәрсені ойлап тапқан жоқпыз. Инклюзивті процесті, гибридті технологияларды қолдана бастадық. Гибрид дегеніміз не бұл жерде? Біз бұл жерде екі нәрсені қосып отырмыз. Онлайн және офлайнды қосамыз. Офлайн бұл жерде қосымша білім беру сияқты рөл атқарады. Екінші жағынан жобалық әдісті қосамыз, VL, STEM және инклюзияны қосамыз. Мен өкінішке орай экранды көріп тұрған жоқпын. Келесі слайдты көрсетейік. Үшінші слайд. Бұрын енді STEM жобалық жұмыс, ол жоғары қабілетті балалар үшін, ынталанған балалар үшін ғана ыңғайлы, соларға ғана келеді деп айтатын болсақ, негізінде қазір біздің ойымызша жобалық әдіс сол арнайы ерекшелігі бар, қажеттілігі бар баланы осы оқу процесіне қосу үшін бірден бір тиімді құрал. Бұл жерде офлайн, онлайнды тіркестірдік. PBL, learning coaching дегенді қолдандық, ол тьюторлықты қолдандық, коучинг өте тиімді. Келесі слайдты қосайық. Бұл жерде жазылған фраза маған қатты ұнады. Эйнштейннің айтқаны, яғни проблема бір деңгейде жасалған болса, сол бір деңгейде шығатын болса, сол деңгейде оны шешу мүмкін емес. Яғни бір жаңа нәрсені жасау үшін толығымен оған деген көзқарасты өзгертуіміз керек. Біз өте ұзақ уақыт бойы педагогтармен, ата-аналармен, біздің балалармен осы жалпы коррекциялық әдістерден инклюзивті әдістерге ауыстық. Әрине, бұл жерде реабилитация, яғни оңалту процесін мүлдем жоққа шығармаймыз. Яғни, ондай арнайы қажеттіліктері бар балаларға қажет көмекті мүлдем жоққа шығармаймыз. Бірақ сол өзі үйренген нәрселерді шынайы социумда қолданып көру керек қой. Яғни, Сороста өте керемет жоба болды. Зерттеу ме есімде жоқ нақты. Ата-аналар және арнайы қажеттіліктері бар балалардың ата-анасы, мен жоқ болған кезде, мен өлген кезде, мен балам не істейді деген сұрақтар қоятын. Яғни мен неменеге оқытуым керек деп ойлаймын. Яғни арнайы қажеттіліктері бар балаларға да дәл осындай сұрақ туындайды. Яғни белгілі бір социум пайда болу керек, қоғам пайда болу керек. Сол балаларға қолдау көрсететін балалардан құралған орта пайда болса өте ыңғайлы. Біздің 1-11 сынып оқушылары біздің жобамызды аяқтады. Яғни балалардың санасы қалай өзгеретінін көріп отырмыз. Белгілі бір жобаны жасау арқылы, кейбір кезде бизнес жобаны жасайды. Олар таңғаларлық бір нәрсе, олар осы арнайы қажеттілігі бар балаларды жобаға бірден қосады, оны алдын ала ойлайды, оны жоспарлайды. Бұл жерде инклюзивті білім берудің осы коррекциядан айырмашылығы дәл сонда жұмысқа тұру проблемасы шешілуі мүмкін. Яғни, бұл қандай? Әрине, ол қауіпсіз, буллинг мәселесі шешілу керек. Яғни, кейбір кезде арнайы, яғни балалар бар, кейбір кезде ол
психоэмоциональды жағынан басқаша болуы мүмкін, аутист балалар болуы мүмкін. Яғни бірден олардың ерекшелігі көрінбеуі мүмкін, байқалмауы мүмкін. Ол барлығына қызықты болу керек. Не себепті екенін мен түсіндіремін. Яғни тек қана сол арнайы қажеттіліктер бар балалар үшін ғана қызықты болмау керек. Ол барлығына қызықты болу керек. Ол дамытатындай болу керек. Мен Выгодскийдің айтқандары маған өте қатты жүрегіме жақын. Ол жақын даму аймағы тағы басқа. Осы арнайы қажеттіліктер балалар үшін де өте маңызды. Балалармен қарым-қатынасын дұрыс құрастыру өте маңызды. Осы форматта өте ыңғайлы инклюзивті қонақтар деген жоба бар. Балалар бір-біріне қонаққа барады. Енді карантин кезінде дұрыс емес, сондықтан онлайн барамыз онлайн қонақ боламыз. Тағы да белгілі бір әлеуметтік қатынастар деп айтуға болады. Кейбір кезде ол достастыққа да ұласады. Ол мектепті бітіргенде балалардың арасында ол қарым-қатынас үзіліп қалмайды. Гибридтік мектеп туралы айтатын болсақ, ол онлайн мен офлайнды тіркестіреміз бұл жерде. Балалар карантин аяқталған кезде, енді ол аяқталады деген үміттеміз. Егер қашықтықтан оқыту сол бойынша жалғаса берсе, балалар кейбір нәрсені қашықтықтан оқи алады, үйрене алады, және оны пайдалана беруге болады. Коучинг тағы басқа. Содан кейін офлайн келген кезде, олар мысалы кәдімгідей сыныпқа келген кезде, онда ол дәрісті тыңдауға келмейді, олар жобалық жұмыс жасауға келеді. Шынайы көзбе-көз, Камила, естіліп тұр ма барлығы? Я жақсы естіліп тұр. Қазір бұл жерде офлайн кездесуге келген кезде оқушылар, олар сол жобалық шеберханаларға келеді, және олар өздерінің үйренген, оқыған материалын қолданбалы түрде көреді. Яғни дәріс оқу ол жеке жұмыс қой, ал командалық жұмыс дегеніміз ол арнайы қажеттіліктері бар балаларды да осы процеске қосуға болады, және ол өте тиімді. Ары қарай бұл презентацияны барлық қатысушыларға жіберу өте ыңғайлы болар еді. Келесі ол төңкерілген сынып, яғни нормативтік балалар белгілі бір сұрақтар қояды, және ментальдық ерекшеліктері бар, әртүрлі ментальдік ерекшеліктері бар балалар бірлесе отырып жұмыс істей алады, және кейбір кезде ментальді ерекшеліктер барлар абстрактілі ойлана алмайды. Сонда нормативтік балалармен біз ойланамыз. Біз сол балаларға осы тақырыпты меңгеруге қалай көмектесе аламыз. Яғни ол жай ғана оны жаттап алатындай ғана емес, шынында да санасынан өткізіп дұрыс түсінетіндей. Ол керемет жұмыс. Біз жаңадан келген балаларға да, ата-аналарға да оны көрсетеміз. Яғни балалар оны тез үйренеді. Әрине, көбейту кестесін барлығы жаттап алады. Ал бұл жерде ол сол көбейту кестесін бір нәрсені сатып алған кезде, немесе дүкенге барған кезде дұрыс қолдана алса жақсы ғой. Яғни өмірде сол дағдысын қолдана алса. Осы жерде, осы мысалда бұл өте жақсы көмектеседі. Яғни адам мен қалай көмектесем, қалай түсіндірем дегенді өте жақсы түсіндіреді. PBL дегеніміз бүкіл балалардың қызығушылығын ескеруге мүмкіндік береді. Яғни арнайы қажеттіліктер бар балалар сол барлығы қызығып бір нәрсені жасап жатса, олар бірден соған кірісіп кетеді. Яғни бүкіл сынып соны қызыға жасаса, олар да кірісіп кетеді. Сонымен қатар инклюзивті мектеп ол белгілі бір әлеуметтік әрекетті білдіреді. Мысалы, біздің балалар жас тьютор деген бізде бағдарлама бар. Біз командалар Хайтек академияға бардық, білімханаға бардық, балаларды бізге шақырдық.
инклюзивті өмір сүру жолын басқа балаларға көрсеткен кезде, құрбыларына көрсеткен кезде, олар бір маңызды жұмыс жасап жатқанына көзі жетеді. Кейбір кезде балалар бізге қонаққа келген кезде, сіздерге тағы келуге бола ма деп сұрайды. Біз қатты қуанамыз оған. Келесі слайд PBL плюс инклюзия, модель және перспективалар. Бұл үш бұрыштан бірден, бұл туралы енді барлығы біледі деп ойлаймын PBL-ді. Не себепті инклюзивті білім беруде ол өте маңызды, өте қажетті. Яғни бүкіл жағдайды тұтастай көру қабілетін дамытады осы арнайы қажеттілігі бар балаларда. Ол өмір сүруге өте қажет қоғамда. PBL балаларды осы білім беру процесіне кірістіруге көмектеседі. Әр адамның топта бір рөлі бар, және ол өзінің жақын даму аймағына байланысты жасайды оны. Адамдар бұл сұрақтарды, балалар бұл мәселелерді өте жақсы сезінеді. Әрине, жұлдыз балалар болды, мега эмпатиясы бар балалар, және солардан белгілі бір белсенді топ жасалады. Бірақ арнайы қажеттіліктер бар балаларда бұған оңай кіріседі. Яғни бұл жерде жеке бағдарлар жасайды балаларға. Балалар оқу мақсаттарына байланысты, бұл жерде педагог оқу мақсаттарын жазады, қалыптастырады, содан кейін сол бойынша жұмыс істейді. Содан кейін балалар бұны мен не үшін үйреніп жатырмын деген сұраққа жауап беру керек. Мен тест жасадым. Келесі слайдқа ауыссаңыз болады. YouTube-та мен бір сабақты аштым. Онда көмір су деген немене деп жазылған, соған байланысты. Яғни көмір су дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін сабақ болатын білсем, мысалы, маған не керек деп жаба салар едім, мысалы. Мен 14 жастағы бала болсам. Ал менің ойымша ол салмақ түсіру, соған байланысты бір нәрсе, немесе дұрыс тамақтану деген сияқты тақырыппен байланыстырып көмір суды көрсетсе, ол әлдеқайда қызықтырақ болар еді. Яғни нормативтік балаға да, арнайы қажеттілігі бар балаларға да қызықты болар еді. Яғни көмір су дегеніміз не деген, маған оны білу не үшін қажет деген нәрсені ол өзіне сол сұраққа жауап бере алса, әрине үйрену процесі де оңайырақ жүреді. Психологиялық қажеттілік бар балалар, ол мысалы балалар, үйінен келген балалар, олар қатты жұмыс істейді, бүкіл күшін салады. Кейбір кезде енді оларға мүмкіндігінше сол олар бір жақсы баға алу, немесе қоғаммен, басқа балалармен бірлесіп, кірісіп, қызыға жұмыс істейді, және қатты шаршамайды ол жұмыс дегеннен. Егер барлығы сауатты түрде командада жұмыс жасалған болса, егер мұғалімнің көңіл күйі жаман болмаса, егер ол балаларды жек көрмесе, оның жағдайы, жалпы көңіл күйі, психологиясы барлығы дұрыс болса, онда да осы бір жағымды көңіл күй қалыптасады. Яғни балаларға бұл проблеманы тірілтуге мүмкіндік береді, және неғұрлым көбірек креативті шешімдер жасауға мүмкіндік болады. Менің қызым бір алдыңғы күні осы бір болған жағдай туралы айтамын. Яғни әр баланы біз баулаймыз, физиологиялық тұрғыдан баланы тірілтеміз, бірақ яғни оның көзі жанып кетеді, оны бала неғұрлым қалауын көбірек білдіретін болады. Мысалы, бізде бір бала болды, балалар үйінде көп өмір сүрген бала, яғни асыранды бала, онда бір агрессия болды. Бізде әдебиет мұғалімі келді, және оның да балалық шағы сондай ауыр болған. Мен ешқашан кітап оқымаймын деп бала сабаққа кіріп, сабақтан шыққан кезде, мен жұмысқа баратқан кезде көрдім, ол меломанда мынандай кітап
сатылама деп сұрап жатыр. Ол, яғни әдебиет мұғалімі не істегенін білмеймін, бірақ та балада көзқарас өзгерді. Бұл енді шынайы табыс деп есептейміз. Бұл жерде командалық жұмыс пен академиялық интеллекттің байланысы дәлелденген. Ұжымдық сана дегеніміз өте маңызды. Біз командада қазір жұмыс істеп жатырмыз, және бізде өте жақсы идеялар пайда болады, егер біз бұған қарсылық танытпасақ, егер біздің сөзіміз, біздің пікірлескеніміз командалық тұрғыда орын алса, балаларда да дәл солай. Яғни рөлдерді бөлу командада, ол әртүрлі рөлдерді байқап көруге мүмкіндік береді балаларда. Яғни бүгін мен тыңдаймын, одан кейін мен басқа әрекет жасаймын деген сияқты. Яғни ұжымда әртүрлі болып шығады. Яғни арнайы қажеттіліктері бар балаларда бұл процесстер мүлдем басқаша көрініс табуы мүмкін, бірақ олар жұмыс істейді шынында да. Табысқа жетуге болады. Өзара бағалау, яғни бұл жерде жақсы, жаман, немесе 5-2 деген сұрақтарға жауап беру емес, бұл жерде өзара баға беру деген. Яғни командалық жұмыстың мықты жақтар мен осал тұстарын көрсете білу екенін түсіндіреміз. Уақыт дұрыс па? Яғни инклюзия, нормативтік бала үшін немнеге қажет деген сұрақ болады. Біз өз жетістіктерімізді мақтан тұтамыз. Осы жылы бізге жоғары сынып оқушылары звондай бастады. Яғни нормативтік балалардың ата-аналары біздің мектепке сұрана бастады, келе бер, сіздің жобаға келсек бола ма деп сұрады. Яғни осы жылы біз сол үшін келе жатырмыз, бұл құндылық деп айтады. Бұл қалай орын алды? Яғни нормативтік балалармен жұмыс істеген кезде біз өте көп материалды түсіреміз. Біз бұл қаншалықты қызық екенін көрсетеміз. Яғни арнайы қажеттігі бар бала сыныпты артқа қарай тартпайды. Яғни 9-шы сыныпта бір нормативтік бала бар, оның сыныптасы бар, және ол сөйлеу қабілеті төмен бала. Яғни сөйлеу қиын оған, бірақ та интеллект өте жоғары, және аутизм бар сыныптасы бар. Саша былай дейді. Мен соны түсіне бастадым. Біз Дамир екеуміз біз Дамирмен отырдық, содан кейін ол тақырыпты мен түсіндірдім, ал енді Әділге түсіндіруім керек, Әділге басқаша түсіндіруім керек. Мен ол тақырыпты 3 түрлі жолмен түсіндіргенше өзім түсініп те үлгердім, өйткені әртүрлі қылып түсіндірдім. Яғни осы жұмыс жасау, осылай жұмыс жасау арқылы біз бір жағынан балаларды білімін арттырамыз, екінші жағынан осы арнайы қажеттілігі бар балалар мен жай нормативтік балалардың арасында достастық қатынастардың пайда болуына түрткі боламыз. Яғни эмпатия пайда болады. Әрине, болашақта қоғамда әлеуметтік жағынан табысқа жетуге мүмкіндік береді. Өйткені эмпатия барлығына қажет қабілет қазіргі кезде. Маған бір оқиға яғни менің ұлымның сыныптасы бір қызы өте жақсы сабақ оқитын, кітаптарды оқитын, бірнеше университетке түскен. Ол үйден шығып бір жерге, шетелге бару керек, кітаптан басқа адамдармен тіл табысу керек екен түсінген кезде ол бірден күйзеліске ұшыраған. Яғни нормативтік бала үшін де, мұндай ерекше бала үшін де қоғамда бейімделе білу, басқа адамдармен тіл табыса білу өте маңызды процесс. Қазіргі кезде біз буллинг туралы айтқан кезде, және Қазақстанда зорлық зомбылықтың жоғары деңгейі бар екенін айтқан кезде, әрине ол жақсы жағдай емес. Инклюзия негізі мектепте қауіпсіз ортаның құрылуына мүмкіндік береді. Яғни неғұрлым
орта қауіпсіз болса мектепте, балаларға академиялық білімді меңгеруге соғұрлым кедергі азырақ болады. Олардың арасында белгілі бір байланыс бар. Дистресс болады, стресс болған кезде балалар шынында алға қарай жылжиды, яғни ол жарыстар, командалық жұмыс. Ал дистресс керісінше кедергі болады балаларға білімді меңгеруге, ол жағымсыз күйзеліске әкеледі. Жобаның ең басында мен маман ретінде де, ана ретінде де айтып отырмын. Соңғы слайд пайдалы кеңестер. Егер сіз өздеріңізде бұны ұйымдастырсаңызды, ата-аналар қоғамдастығы кәсіпкерлермен, кәсіпқой адамдармен кездесулерді өткізудің керемет көзі болады. Яғни біз ата-аналарды шақыратынбыз, өздерінің кәсібі туралы айтатындай, яғни кеңес беретіміз. Ол керемет жұмыс, яғни кәсіби бағдарлау бойынша жұмыс керек болса, ата-аналарға көңіл бөліңіздер. Жобалық конференциялар, видео сабақтар, Питер мектебімен біз онлайн көпір өткіздік. Мысалы, біз онлайн қонаққа Финляндияның маманын шақырдық, мысалы. Бұл керемет стимул болады барлық балалар үшін. Балалар өте керемет соған жақсы көреді, соған тартылады. Яғни балалар ақырындап, біз жай ғана бір нәрсе сабақ оқып жатқан жоқпыз, бір нәрсе үйреніп жатқан жоқпыз, біз шынайы проблеманы шешуді үйреніп жатырмыз деп түсінеді. Инклюзивтілік ол құндылық. Әр балада бұл процесс тек қана ерекше балаларға ғана бағытталған болмау керек. Яғни әр балаға жеке дара тұлға ретінде қарау, ол барлығына да қатысты.